Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте алдыңғы сабақтардың жалғасын табуға тырысамыз. Біз өндіріс тиімділігі мен ресурс түрлерін пайдалануда жеке көрсеткіштер пайдаланатындығын айтып өттік. Сол көрсеткіштер осылар. Енді кезек қор қайтарымы мен өнімнің қор сыйымдылығына келіп жетті. Енді қор қайтарымы мен өнімнің қор сыйымдылығын біз білуіміз үшін ең алғаш негізгі қорлар туралы ақпарат алуымыз қажет. Негізгі қорлар дегеніміз не? Орыс әдебиеттерінде основные средства деп келеді. Олар материалдық өндіріс саласында да, өндірістік емес саласында да, заттай нысанда ұзақ уақыт бойына жұмыс істейтін және өзінің құнын тозуына қарай бөліктер бойынша жоғалтатын материалдық заттай құндылықтардың жиынтығы. Сондай қиын анықтама, бірақ егер мысалдарын қарайтын болсақ, сәл түсінікті бола бастайды. Негізгі қорларға не жатады? Негізгі қорларға жалпы ғимаратта, қондырғылар, машиналар мен жабдықтар, өлшеуіш және реттеуіш приборлар мен құрылғылар, өндірістік шаруашылық құрал саймандар мен керек жарақтар, көп жылдық еңбек ағаш, тағысы сондай дүниелер жатады екен. Солай. Енді қор қайтарымы дегеніміз не енді? Қор қайтарымы ол орыс әдебиеттерінде онда отдача деп келеді. Ал материал қайтарымы ол материал отдача деп келеді. Енді бізді қызықтыратын қор қайтарымы ол кәсіпорында негізгі өндірістік қорлардың бағана атап өтті. Қаншалықты тиімді пайдаланылып жатқандығын көрсетеді. Яғни негізгі қорларды біз сатып алдық, енді солар қаншалықты тиімді пайдаланылып жатыр. Соны біз дұрыс сатып алдық па, әлде сатып алуға болмайтын ба еді? Сатып алмаған дұрыс па еді деген сөз ғой. Енді оны табуымыз үшін біз анықтамасына көз жүгіртейік. Қор қайтарымы дегеніміз ол негізгі қорлардың жылдық орташа құнының 1 теңгесіне өндірілген өнімді көрсетеді. Қайталаймын. Қор қайтарымы ол негізгі қорлардың жылдық орташа құнының 1 теңгесіне өндірілген өнімді көрсетеді. Ол осындай формуламен анықталады. Ол қалай? Мысалы, өндірілген тауарлы өнімді, мысалы, ол теңге құнмен, ол құндық өлшемде болуы мүмкін, натуралды өлшемде болуы мүмкін, бәрібір. Бірақ теңгемен дұрысырақ болады. Сол өндірілген тауарлы өнімді, мысалы, теңгелік құнымен, қанша теңгеге біз өнім өндірдік, соны егер біз бөлетін болсақ, негізгі қорлардың жылдық орташа құнына, сонда біз қор қайтарымын табады екенбіз. Көрдіңіздер ғой? Ал енді осы қор қайтарымына кері ұғым ол қор сыйымдылығы, фонда емкость деп аталады. Осы фонда емкость ол өндірілген өнімнің 1 теңгесіндегі негізгі қорлардың жылдық орташа құнының үлесін көрсетеді. Біздің қор қайтарымыз ол негізгі қорлардың құнының 1 теңгесіне өндірілген өнімді көрсететін болса, ал қор сыйымдылығы ол өндірілген өнімнің 1 теңгесіне негізгі қорлардың жылдық орташа құнның үлесін көрсетеді. Яғни 1 теңгесіндегі, яғни өндірілген өнімнің 1 теңгесінде біз қаншалықты осы негізгі қорлардың жылдық орташа құнынан бір үлесін алып тастадық деген мағынада. Яғни оның формуласы қор қайтарымына да керісінше, яғни біз негізгі қорлардың жылдық орташа құнын бөлеміз өндірілген тауарлы өнім құнына, сонда тең болады қор сыйымдылығы. Біздің мұндағы қор қайтарымымыз жоғарылаған сайын біз бағанағы сатып алған қорларымыз, негізгі қорларымызды тиімді пайдаланып жатқан болып табыламыз. Ал егер біздің қор қайтарымыз азайып жатса, онда біздің жұмсаған қорымыз ол өз қайтарымы нашар болып жатыр. Яғни оны біз дұрыс емес бағытта қолданып жатырмыз, немесе оны тиімсіз түрде біз сатып алып деген мағынаны береді. Ал қор сыйымдылығы неғұрлым азайған сайын, соғұрлым біз сол негізгі қорларды тиімді пайдаланып жатқан болып табыламыз.
Ал қор сыйымдылығы көбейген сайын біздің сатып алған негізгі қорларымыздың тиімсіз екендігін көрсетеді. Яғни сондай қызықты дүниелер. Жалпы біздің мақсат сіздерге осы екі түсінік туралы қысқаша ақпарат көзқарас қалыптастыру болып табылады. Тағы да қайталай өтейін, кейінірек бәлкім кәсіпорын экономикасы сабағын қарастырып өтсек, сонда тереңірек қарастырамыз осы тақырыптарды. Әзірше осы. Сіздер осы сабақтың электронды нұсқаларын қоғамдық желіден таба аласыздар. Презентациясын әрі электронды документін. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.